Қазақ деп айтайын десең, өзіңе тиет, айтпайын десең, өзегің өртеніп, ішің күйет. Қазақтар, сендер мықты аттың бәрін шетелге саттыңдар. Мықты жігіттерді аттыңдар, қала бөліп түрмеге жаптыңдар. Содан не таптыңдар? Омар да таппадыңдар, Қаям да таппадыңдар. Мына қырғыздармен болған бүгінгі көкпар ойынында шеңберге тастауда бірінші ойында түске дейін озбырлықпен жеңдіңдер. Түстен кейін қазандыққа тастау ойынында шер болып жеңілдіңдер өз жерлеріңде. Не бір дұрыс аттарың жоқ. Іштеріңде ойнап жүрген бір-екі жігіт, жыл бойы ұзборда жаттыққан жігіттер қайда? Соларды неге шығармадыңдар? Бұлат Сыбатпен әркім өзінің братчикісін, танысын, тамырын шығар. Не болды айналғанда? 10-4 болды. Ұят, қырғыз бауырлар әлеуметтік желіде өздерінің өкпен наразылығын білдіріп жатыр. Біздерді қазақтар қысты өзінің қазыларын қойды деп, сырттан қазы қоймады деп. Орынды реніштері бар ғой. Біздің қазылар баяғыдан сондай, бәрі продажный. Айтысында да, көкпарында да. Серік Қалиев Мақұлбекұлы ағамыз, Алла оқысын, рахымын алсын, жатқан жері жарық болсын, ел аралық айтыста Талдықорғанда өтетін. Сол кісі айтып еді, осы қазақ қырғыздың ақындарын айтыстырып меніңше керек емес деп. Екі елді жақындатудың орнына екі елді алыстап жатқандай көрінеді деп. Айтыста бір-біріне тіл тигізеді, неше түрлі әңгіме айтылады. Мына көкпар ойынында да тура солай неше жыл болды. Көкпар айқай шумен өтеді бар. Артынан бітпейтін әңгіме, дау, дамай, екі ел бір-бірін жамандау, тура сондай болып жатыр қазір бар ғой. Бүйткені айтыстың да, көкпардың да керек емес. Әркім өзінің елінде өткізсін, өзінің елінде ойнасын. Қырғызстан жағында әділетті болады айтыстары. Біз жақта әділеттілік жоқ қой. Ол жақта қазылар халықтан қорқады, біз жақта қазылардан қорқады. Қырғыз бауырлар, сіздерден өз атымнан мен кешірім сұраймын. Кешіріп қойыңыздар бауырлар, сіздерге қиянат болған болса. Бұрын бір екі-үш ақындарыңызбен айтыстым, сол айтыста мен кейбір тілім тиіп кеткен жерлерім болса, кешіріп қойыңыздар. Тағы да сіздер мықтысыздар, біздер де мықты едік бір кезде. Біздердің бірақ қазір мынау әділетсіз, жемқор жүйе, билік құртты ғой біздерді. Біздер қазақтар сондай болып қалдық, өкінішке орай. Бірақ еңсеміз тіктелейтін шығар енді. Алды арты бұл емес. Амандықта болыңыздар, саушылықта болыңыздар, көңілдеріңізге алмаңыздар.